Сәлем қыздар, бүгінгі 3-ші сабақта біз гель покрытиемен дизайн жасауды үйренетін боламыз. Алдымен біз обработка жасаймыз. Обработка жасамас бұрын осылай тырнақтың пластинасын пилкамен шлифовка жасап аламыз. Шлифовка жасап тырнақтың формасын келтіріп аламыз. Біз обработкамызды жасап болдық. Енді тырнағымызға бір слой база жағып аламыз. Бүкіл тырнаққа бір слой база жағып 60 секундқа кептіріп аламыз. Енді біз выравнивание жасамай тұрып базаны неге бір слой жағып аламыз? Себебі мына базымызды лагымыздың сыртынан аз слойкалар шығып тұрмас үшін бізде маңызды нәрсе жақсы обработка, жақсы дұрыстап оны обработка жасағаннан кейін бесфорсовый салфеткамен дұрыстап обезжиривать сүртіп алу и осы базаны максимальный түрде кутикулға жақындатамыз. Только тиіп кетпеу керек кутикулымызға, максимальный түрде жақындатып дұрыстап жағып алу. Енді выравнивание жасамас бұрын осылай бүкіл тырнақтың ұшына розовый лакты жағып аламыз да, түгел емес, тек жартылай жағып, аздаған амбре жасап 60 секундқа кептіреміз. Бұлай біз не үшін жағып жатырмыз? Бұл бізге дизайн үшін керек болады. Енді амбре жасайтын біздің кистімізді бөлектеу болады. Бұны да дұрысынан сатып алған дұрыс. 1000 теңге, 1500 теңге болады. Жақсы, качествосы жақсылары. Енді қатты ұрудың қажеті жоқ, жай ғана движениялармен жан-жақтарына осылай жағамыз. Бірден үйреніп кетпейсіздер, амбренде болғанда үлкен жақсы практика керек болады. 2-3 кісіге істеп, модельдерге істеп үйренесіздер.
Ендігі кезекте бізде выравнивание розовый лакты жағып болғаннан кейін үстіне ақ базымен выравнивание жасаймыз. Алдымен осылай лак секілдетіп дұрыстап кішкене ғана алып жағып аламыз жан жақтарына. Содан кейін тырнақтың үлкендігіне кішісіне қарай уже көзбен мөлшерлеп осылай бір капля ақ баздан алып үстіне тырнақтың ортасына жағып жан жақтарына осылай кесті арқылы тарататын боламыз. Лак сияқты үстінен қатты басып етіп не істеудің қажеті жоқ. Жаңағыдай жай ғана кішкене ғана движение арқылы көріп отырғаныңыздай кестіні қатты басып атқан жоқпын, тек базының үстінен алып жан жағына қарай жаятын боламын. Содан кейін бізде алдында көрсеткендей осындай кішкентай жіңішке кестімен жанынан алып жан жақтарына жағамыз. Бірінші кутикулдан бастамаймыз, сразу айтайын, бірінші жан жақтарына жағатын боламыз. Если кутикулдан бастайтын болсақ, бізде уже жаққан базаларымыз ағып кетуі мүмкін. Сондықтан ақпас үшін бір жағынан тез жасаған дұрыс, жан жағынан бастап жаққан дұрыс болады. Базымызды жағып болғаннан кейін осылай клиенттің қолын төңкереміз. Төңкеру арқылы базының ровны болуын қараймыз. Ровны жанынан қараған кезде базы қисық не ровны жатқаны көрінеді. Қисық жатқан болса, кестімен жайлап түзеп жібереміз де кері төңкергенде уже осындай бізде түзу білек шығып тұр керек. Если бұл білек түзу емес, қисық-мисық болып жатса, значит сіз дұрыс жасап жатқан жоқсыз. Кері төңкеру арқылы дұрыстап базыны ровны жатқызамыз. Осы келесі видеодан тағы бір қарап жіберуіңізге болады. Қыздар, міне енді 3-ші сабаққа да келіп жетіппіз. Мен әлі де алда көптеген сабақтар салатын боламын. Осы жұмыс арқылы қалай дамып кетуге болады, Instagram қалай жүргізуге болады, соның барлығын салып отыратын боламын. Маған тіркеліп, лайк басып, жанындағы уведомление батырмасын басып қойсаңыздар, күніге салып отқан видеоларымды бірінші болып көре аласыздар.